Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз Мұқағали Мақатаев «Аққулар ұйықтағанда» поэмасы. Оқу мақсаты: көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктеу. Күтілетін нәтиже: көркем шығармадағы кейіпкерлерді талдай алады, мінездеу түрлерін біледі, кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктей алады. Тәңірдің мұзбалағы Мұқағалиге 90 жыл. Ой шақыру стратегиясы. Біз Мұқағали ақынды поэзия патшасы десек, ендеше поэзия патшалығына сапар шегейік. Аққулар ұйықтағанда сарайының кілтін алу үшін Мұқағали туралы айтқан ақындардың сөзін еске алайық. Мұқағали біздің замандағы ғажайып ақындардың бірі. Әбділда Тәжібаев. Мұқағали қазақ тарихындағы ең оқырманы көп, қалың халықтың басты жанашыры болған суреткер, дейді Фариза Оңғырсынова. Қазақ жырының аспанындағы аз ғана жұлдыздардың арасынан сенің жұлдызыңды біз оңай танушы едік. Сенің жұлдызың ең шұғылалы, ең мейірімді жұлдыз, дейді Тұманбай Молдағалиев. Олай болса, кілт сырттай сахна әдісі. Аққулар ұйықтағанда поэмасынан сахналық көрініс. Мұқағали Мақатаев «Аққулар ұйықтағанда». Өзенде жоқ сыймаған арнасына, жылғада жоқ даламен жалғасуға, таста тұнған жаңбырдың тамшысындай қалай біткен мына көл тау басына. Мөлдірейді, қарайды қарғашынға, жалғыздықтан жамандық бар ма сірә? Қанша ғасыр өтті екен, қанша заман, қанша ұрпақ кетті екен, қаншама адам. Қанша шырса өсті екен, құлады екен, жетім көлге қараудан шаршамаған. Бала жатыр төсекте албыраған, әке жатыр еденде қалжыраған. Түн күзетіп ана отыр қос жанары, шарасыздан шаршаған жаудыраған. Жетім көлдің басында жылқы жатқан, дөңге шығып қарт тұрған жылқы баққан. Ай, бұл кім болды таңсәріде, көргенсіз көлдің алдында мылтық атқан, құстардың зәре құтын шырқыратқан, не қылған қаны безерсіз құлқы қатқан, мылтықты алып көлге келіп, апырай болмады ғой елде желік. Ей, кімсің, тірісің бе, жаның бар ма? Аққуды неге атасың, арың бар ма? Тастан қаруыңды келгін бері, кеудеңде жаның барды. Байғұс әйел үн-түнсіз жылап тұрды. Қарттың үні меңзең ғып құлақ қарды. Қолындағы мылтығын құлаштап кеп, бөгелмей жетім көлге лақтырды. Қартқа қарай ақырын аяңдады, қарусызға қарт келді аянбады. Көзінен жас, көңілінен зар төгіліп, болған жайтты келіні баяндады. Ей балам, болмады ғой. Қасиет кетті көлден сорлады ғой. Тәуіптің айтқаны бәрі өтірік. Атқа мін, ауылға қайт, олжаны ғой. Мін атқа, ауылға қайт, тағат қылды. Білмеймін, сор аттың ба, баг аттың ба. Аққуға кезенерде ырым жасап, тым құрса саусағынды қанаттың ба. Болып арпаласып сор қайғымен, жоқ ата жасамадым ондайды мен. Жастайымнан естігенім бартын еді, әйтеуір аққу атқан оңбайды деп. Ақ төсек, аппақ айдын, аққу бала, жаралы аққу секілді жаттың бана. Мына жатқан жетім көл мына аққуды, өз қолымен өлтірдім, аттым жаңа. Жоқ, мен емес, мен атпадым, кешіре гөр жаратқаным. Бірде жылап сарланады, көкке қарап бекерге қарманады. Бірде үнсіз мелшиіп тың-тыңдайды, құлағында аққудың арман әні. Алдымен жұрт үн-түнсіз таңданады, қыбыр-сыбыр артынан жалғанады. Бірде ана көкке жайып алақанын. Қазір ботам мінекей таң атады, қазір ботам аққумен шықтаймын, жазыласың құлыным, балапаным. Қасірет, о қасірет, осындай мен сор
қалыңдағы шашындай мен қасиет, қасиеттер ұшып кетті, қасірет, қасыңдағы досындай мен қасиет, қасірет. Көріністі тамашалап болсақ, кейіпкерлерге мінездеме берейік. Қамқор ана. Балажан. Жаңбырдың жауы. Баласы үшін аққуды атқан. Шарасыз. Қасіреті шашының қалыңдығындай. Тура мінездеу қызыл түспен белгіленгендер. Тура мінездеу дегеніміз кейіпкердің мінезін тура айнытпай сол қалпында жеткізу. Бұл жердегі жанама мінездеу көк түспен белгіленгендер. Жанама мінездеу дегеніміз кейіпкердің мінезін тура айтпай белгілі бір заттар, белгілі бір құбылыстар арқылы сипаттау. Келесі тапсырма: көріністегі жылқышыға мінездеме береміз. Жарайсыңдар, тамаша орындадыңдар. Керемет. Ал олай болса сабағымызды қорытындылайық. Киелі деген сөзді қалай түсінесіңдер? Аққуды неге киелі деп санаймыз? Басқа да қандай киелі заттарды білеміз? Күн құшқан айдың көлде жалғыз аққу, қаңқылдап қанатымен сабалап су, таранып қаранады жан жағына, сұлуды тастама көк торғын құз. Құрметті шәкірттерім, ақын Фариза Оңғарсынова Мұқағалидай ақыны бар халық, бақытты халық деген екен. Олай болса, сыршыл ақынның өміршең шығармашылығымен танысқан сендер сол бақытты халықтың бақытты ұрпағысыңдар. Үйге тапсырма, кейіпкерге хат. Назарларыңызға рахмет.